Армысыз құрметті көрермен, сіздермен мен тозмақтан әлем чемпионы Айдос Сейтжан. Тоғызқұмалақ зияткерлік ойыны туралы бағдарламалар циклінің алғашқы шығарылымын бастаймыз. Тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі. Ақыл ойды дамытатын бұл ойынның шығу тарихы 4000 жылдық кезеңді қамтиды. Тоғызқұмалақ өткен ғасырларда Қазақстан мен Орта Азиядағы ең кең тараған ойын болатын. Содан болар оны көшпенділер алгебрасы деп атаған. Бұл ойынды ойы биік, есепке жүрек тұлғалар, өрісте қойларын жусатып жүрген қойшылар ойнайтын болған. Ол үшін арнайы ағаш және тас тақталар жасап, сүйектен жасалған шарларды немесе жерден ұя шұңқырлар қазып, шар орнына қой құмалағын пайдаланған. Талай ғасыр түркі халықтарының сүйікті ойыны болған тоғызқұмалақ еліміз тәуелсіздік алғалы қайта түледі. Тоғызқұмалақ қауымдастығы құрылып, еліміздің түкпір-түкпірінде үйірмелер ашылып, республикалық және халықаралық жарыстар жиі өткізіліп келеді. Осының арқасында зияткерлік ойынға әуес жастар қатары жыл сайын артуда. Жалпы қазіргі кезде әлемнің көптеген мемлекетінде зияткерлік мұрамыз кеңінен насихатталып жатыр. Мәселен, Қырғыз Республикасы, Моңғолия, Чехия мектептерінде тоғызқұмалақтан үйірме сабақтары жүргізіледі. Чехияда жыл сайын зияткерлік ойындар фестивалінің бағдарламасына енгізілген. Ал Англия, Германия, Түркия, Ресей және Швейцарияда дәстүрлі халықаралық жарыстар өтуде. Интернет кеңістігінде 6 айдан Америкаға дейінгі аралықтағы 100-ден астам елдерде тоғызқұмалақ ойналып, қызығушылар саны артқан. Сонымен енді ұлттық дәстүрлі ойынымыздың ережесіне тоқталсақ. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада 2 адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны бастаушы, ал қарымта жүріс жасаған ойыншыны қостаушы деп атайды. Кейде бастаушы үшін ақ жағы, ал қостаушы үшін қара жағы деген тіркестерді де қолданады. Тақтаның жазу үлгісіндегі жалпы құрылысы төмендегідей. Отаулар, бастаушы қазаны, қостаушы қазаны, отаулар. Берілген диаграммаларда бастаушының отаулары мен ондағы құмалақтар мөлшері үнемі төменгі жағында орналасады. Сіз білесіз бе? Ең алғаш қазақ тілінде тоғызқұмалақ туралы кітап жазған түркітанушы ғалым Сәрсен Аманжолов болды. Оның тоғызқұмалақ туралы еңбегі 1936 жылы Алматы қаласында жарыққа шықты. Тоғызқұмалақ ойыны қазақтың барлық ойынның ішіндегі ең қиыны. Ойнаған адамның миы істеп, есепшілігі артып, тез тапқыштық жағы күшеймек. Сонымен бүгінгі алғашқы бағдарламамыз тоғызқұмалақ ойынның жалпы таныстырылым сабағы болды. Негізгі ақпараттарды бір қайталап өтіп, еске түсіріп алсақ. Ақыл ойды дамытатын бұл ойынның шығу тарихы 4000 жылдық кезеңді қамтиды. Оны көшпенділер алгебрасы деп те атаған. Себебі бұл ойынды ойы биік, есепке жүйрік даланың ұлдары ойнаған. Ол үшін арнайы ағаш және тас тақталарды немесе жерден ұя шұңқырлар қазып, шар орнына қой құмалағын пайдаланған. Қазіргі кезде әлемнің көптеген мемлекетінде зияткерлік мұрамыз кеңінен насихатталып жатыр. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада 2 адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны бастаушы, ал қарымта жүріс жасаған ойыншыны қостаушы деп атайды. Кейде бастаушы үшін ақ жағы, қостаушы үшін қара жағы деген тіркестерді де қолданады. Осымен біздің бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламамызда тоғызқұмалақтың жүріс жасау ережелеріне және қазақтың қандай тарихи тұлғалары бұл ойынға әуес болғаны жайлы қызықты ақпараттарға тоқталамыз. Сіздермен болған тоғызқұмалақтың әлем чемпионы Айдос Сейтжан. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.